Қытайдан кезінде Қазақстанға осылай көшіп келгеніңіз үшін қазір өкінбейсіз ба? Мен негізінен сөздің шынын айтқан кезде алғашқы елбасымыз, президентіміз айтқан ғой. Жер бетінде тарыдай шашылған қазақтың тек бір ғана тарихи отаны бар. Ол болса егеменді Қазақстан деп. Әрине, әркім өзінің ұлты үшін өмір сүруі керек. Мысалы, миллиард жасап жатқан Қытай Халық Республикасының өзінде де оларға отаншылдық тәрбие қатты беріледі. Жапонияда болсын, Кореяда болсын, басқасында болсын. Ал мен өзімнің елім деп, жұртым деп, екі қызымды осы жерде өсірейін, соларды елдің ертеңі үшін, болашақ үшін еңбек сіңіретін солай бір азаматшалар етіп тәрбиелейін деп келдім. Ол жақта да мен өзім сол жақтағы Қытай Халық Республикасының заңнамаларын, соның бәрін қарап отырып, ол елдің ісіне де үлесімді қосып, сол елде жасап жатқан өзімнің ұлтыма, өзімнің қазағыма да еңбегімді сіңіріп, әрине солардың жаңағы аз ұлттарға қарата белгіленген саясаттарынан пайдалана отырып, солай жасап келген. Мысалы, 2015 жылы, 2010 жылы 5 айдың 30-ында Қытай Халық Республикасында 10 мың адамдық домбыра болды ғой. Гиннес рекордты дүниежүзілік не қылған. Сол кезде мен соның идея авторы және жобалаушысы болдым. Сол 2010 жылы біз оған 8 ай дайындалдық. Кейін сол кезде 2010 жылдың 5 айында соның барлығын 10.500 адам. Сіз бұның авторысыз, иә? Иә. Міне, сол кезде менің қызым 7 жаста еді. Осы мына 10 мың адамдық домбыраның алдыңғы қатарында отырған еді. Мына жерді қараңыз. Енді мен қазір ойлаймын, басымдан өтіп жатқан тағдырымды, басымдан өтіп жатқан немді қарап. Міне сол кездегі мен. Мамандығыңыз ба? Мамандығыңыз ба? Мамандығым мен негізінен Қытай тілі әдебиетін оқығам. Бірақ мәдениетке жауапты болып телеарналарда мәдениетте және әкімшілік қызметтерде жұмыс атқарғам. Ол кезде мен 2010 жылы, осыдан 10 жыл бұрын, сол осы қала қазір домбыра мекені болып сол жерде қалды. Оның ортасында үлкен бір домбыраның мүсіні бар. Оны бүкіл біздің жаңағы сол кезде Қытай Халық Республикасы қолдап отыр, мәселен, аз ұлттардың сол мәдениетін жандандыру туралы. Сол кезде әйтеуір қазақтың бір домбырасы елге танылсыншы деген атпен солай жұмыс жасап келдім. Енді әркім өзінің маңдайына кім екенін, кеше не жасағанын жазып алмайды ғой. Ол менің өзімнің жүрегімде не істедім, не қылдым. Адамдарда бар ғой жаңағы, адамның эгосы асқан сайын жаратушының оған деген нұры тосыла береді дейді да. Эго деген нәрсе қара бұлт дейді. Мен эгомды баяғыда сырып тастаған адаммын. Сол енді қазір қарап отырсаңыз, мен айтамын да, үйде отырып та қазір әңгімеде айтам. 2010 жылы мен қаншама камераның алдында мен солай осы туралы маған қаншама сұхбаттар келді, қаншама журналистер келді. Ол кезде мен осы ісім үшін, осыны жасағаным үшін, соның идея авторы, соның жобалаушысы ретінде мен сол кезде өзімді бір табысқа жеткен бір әйел заты ретінде мақтанышпен тұрып соларға мен сұхбат берген едім. Бірақ тағдырдың жазуымен мен 15 жыл өткеннен кейін мен үкілеп өсірген қызымды, ол бір жай қыз емес. Ағылшын тілі, Қытай тілі, орыс тілі, қазақ тілі, кәріс тілі, өзі Кореяға шығып оқып келді. Сол қызымды, міне Корея келді. Осы қызымды деймін, үлкен бизнесте өзі оқуын бітірмей жатып бизнеске араласып кеткен. Енді осы қызымның міне кісі қолынан қаза тап, миллиардтың ішінен аман алып келіп, миллионның ішінде көз жазып, бүгін міне осындай құқық қорғау органдарының алдында өстіп әділет іздеп зар еңіреп екетек жасқа толған ана болып, енді ақырында 10 ай төзіммен, шыдаммен, бүкіл заңнамалардың саты-сатысымен келіп отырып, мен қайсы күнгі пресс-конференцияда соншама журналистің алдында солай жауап беріп отырамын деп ойлаған жоқпын. Менің миыма мыналар 10 жыл жаттасам да кірмейтін шығар. Бірақ қызымның қазасы, ол тек қана қызымның аружданы, оны тәрбиелеп есейткізген ана тұрғысынан ол менің аружданым. Өйткені қазақта сөз бар, қызына, анасына қарап, қызын ал дейді. Ал ол менің аружданым болса, оның ар жағында бүкіл қазақтың осы сияқты қара көз қыздар. Біздің бүкіл кісі қолынан қайтыс болып, қаншама жабылмай жатқан дело, мәселен, мен бұрын көретінмін, бірақ оның барлығында мен сөздің шынын айтқанда ары қарай ішкердей зерттеп көрмеппін. Енді өзімнің басыма келген кезде мен білдім. Бұның артында жаңағы жоқ, бұлай болуға тиісті емес.
Бизде негизинен барлығына негизинен нақты бір реформа қажет. Ертең біздің бір тыныш, бір алаңсыз елде жасауымыз үшін. Алдымен адам мемлекетіміздің бірінші байлығы болатын болса, оның бас амандығы әрине бірінші орында қорғалу керек қой. Ал енді сонда кісі өлтірген қанша жерлердің барлығы сөйтіп жаңағы құқық қорғау органдарының қорғауымен, солармен бүйтіп, олар қанша жерлер тайраңдап жүре берсе, мына сияқты бейуаздар түгел өліп кете берсе, сонда біз Қазақстан Республикасының мына территориясын, біздің кең байтақ еліміздің территориясын біз қанша жерлерге толтырамыз?